Әуесқой бокста наурыз айында сезонның қызған шағы болмақ. Ассалаумағалейкум құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Ұлттық құрама боксшылары наурыз айында толықтай іс-сапарларда болатын болады. Яғни Европада өтетін халықаралық турнирлер бірінен соң бірі болады. Және де ең бастысы, ақпан айының 29-ында ұлттық құрамадағы 6 боксшымыз Италияда өтетін Олимпиада ойындарының жолдамасын сарапқа салатын турнирге аттанады. Ал еліміздің намысын кімдер қорғайтыны біріміз білсек, біріміз білмейміз. Қайтадан естеріңізге салып қою мақсатында сіздерге айтып өтемін. Және де бүгінгі күнде Куба құрамасынан да Италиядағы лицензиялық турнирге кімдердің қатысатыны да белгілі болды. Одан бөлек, наурыз айының 12 мен 18 аралығында өтетін Сербияның астанасы Белградтағы турнирге ұлттық құрама атынан аттанатын боксшылардың есімін сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Бокстан Италияның Бусто Аризо қаласында өтетін әлемдік лицензиялық турнирге қатысатын қазақстандықтардың есімдерімен сіздерді қайтадан бір таныстырып өтейін. 51 келі салмақ дәрежесінде әлем чемпионы, Олимпиада ойындарының қола жүлдегері Сәкен Бибосынов, 57 келі салмақ дәрежесінде әлем чемпионы Махмұт Сабырхан, 63,5 келі салмақ дәрежесінде Қазақстан спартакиадасының жеңімпазы Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы, 71 келі салмақ дәрежесінде ұлттық құраманың капитаны, Азия және әлем чемпионы Асланбек Шымбергенов, 80 келі салмақ дәрежесінде әлем чемпионы Нұрбек Оралбай, 92 келі салмақ дәрежесінде Азия чемпионы Айбек Оралбай. Ерлер құрамасынан лицензиялық турнирге аттанып жатқан боксшылардың 6-ауының 4-еуі әлем чемпиондары. Әйелдер арасынан да 5 боксшы қыз ел намысын қорғап, Олимпиада жолдамасын алуға үмітті екенін білеміз. 50 келі салмақ дәрежесінде әлем чемпионаттарының бірнеше дүркін жүлдегері Алуа Балқыбекова, 54 келі салмақ дәрежесінде Жайна Шекербекова, 60 келіде Рима Волосенко, 66 келіде Азия ойындарының жүлдегері Наталья Богданова, ал 75 келі салмақ дәрежесінде Валентина Хальзова секілді боксшыларымыз еліміздің намысын қорғайтын болады. Боксшыларымыз 29 ақпанда жолға аттанғанмен нақты бокс күні 4 наурыз бен 11 наурыз аралығында өтеді. Ал қыздар командасы бүгінгі күнде жолға шығып кетті. Отандастарымызға сәттілік тілеп қойыңыздар. Көбірек Олимпиада ойындарының жолдамасын иеленуді бұйыртсын деген тілегіміз бар. Куба құрамасының бас бапкерлері осы Италияда өтетін Олимпиада ойындарының жолдамасына иеленуге үмітті боксшылардың тізімін жария еткен болатын. Болашақ қарсыластарымыз ретінде бұлардың да есімін сіздерге айтып өтуді жөн санадым. 7 салмақта кубалықтар бүгінгі күнде 3 Олимпиада ойындарының жолдамасына ие болып отыр. Олар 2023 жылғы Пан Америка ойындарында иеленген еді. Атап өтетін болсақ, әлем чемпионатының күміс жүлдегері 57 келі салмақ дәрежесінде Сайдель Орта, 80 келі салмақ дәрежесінде 2 дүркін Олимпиада чемпионы Арлен Лопес және 92 келі салмақ дәрежесінде тағы бір Олимпиада ойындарының 2 дүркін чемпионы, 5 мәрте әлем чемпионы атанған Хулио Сезар Лакрус. Осы боксшылар бүгінгі күнде Олимпиада ойындарының жолдамасын жеңіп алған боксшылар. Ал Италияға аттанатындар 51 келі салмақ дәрежесінде Алехандро Клара Физи есімді боксшы. Бұл боксшы Ташкентте өткен әлем чемпионатында 48 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде қола жүлдегер атанған болатын. Одан кейін 63,5 келі салмақ дәрежесінде Ташкентте өткен әлем чемпионатында 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде күміс жүлдегер атанған Эресландия Альварес. Ал 71 келі салмақ дәрежесінде Хорхе Коэллер есімді боксшы өнер көрсететін болады. Және де аса ауыр салмақ дәрежесінде әлем чемпионатының күміс жүлдегері Фернандо Алехандро Арзола Олимпиада ойындарының жолдамасын сарапқа салуға аттанатын болады. Наурыз айының 12 жұлдызы мен 18 аралығында Белград жеңімпаздары атты Сербияда халықаралық турнир өтеді. Бұл турнирге Қазақстан ұлттық құрама командасынан 13 салмақ дәрежесінде әр салмақта бір боксшыдан толық құрама бақ сынайтын болады. Атап өтетін болсақ, 48 келі салмақ дәрежесінде бірінші дүркін Қазақстан чемпионаттарының күміс және қола жүлдегерлері Қайрат Ернұр, 51 келі салмақ дәрежесінде әлем чемпионы Санжар Ташкенбай. Ташкенбай осыған дейін де Болгарияда Странжа кубогінде де өнер көрсетіп күміс жүлдегер атанған болатын. Одан кейін 54 келі салмақ дәрежесінде ұлттық құраманың тағы бір мүшесі Молдашев Дәулет, ал 57 келі салмақ дәрежесінде Қазақстан спартакиадасының күміс жүлдегері Оразбек Асылқұлов, ал 60 келі салмақ дәрежесінде Венгриядағы Иштван Бочкай турнирінің жеңімпазы және соңғы Қазақстан спартакиадасының чемпионы Жексен Бейбарыс, 63,5 келі салмақ дәрежесінде Қазақстан спартакиадасының жүлдегері Таңға Ерасыл, 67 келі салмақ дәрежесінде әлем чемпионатының күміс жүлдегері және де жақында ғана Странжа кубогінде қарсылас шақ келтірмей чемпион атанған Дулат Бекбауов, ал 71 келі салмақ дәрежесінде соңғы Қазақстан чемпионаты мен Қазақстан спартакиадасының күміс жүлдегері жастар арасында әлем чемпионы Сабыржан Аққалықов, ал 75 келі салмақ дәрежесінде соңғы спартакиаданың жеңімпазы Диас Молжігітов, ал 80 келі салмақ дәрежесінде соңғы Қазақстан спартакиадасының жүлдегері және де 2022 жылғы Қазақстан чемпионы Ерасыл Жақыпбеков, ал 86 келі салмақ дәрежесінде Венгриядағы турнирде күміс жүлдегер атанып өткен жылғы спартакиаданы жеңген Темірлан Мұқатаев, ал 92 келі салмақ дәрежесінде Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері, спартакиадасының қола жүлдегері
Жақынбердинов Данияр. Ал аса ауыр салмақ дәрежесінде 2022 жылғы Қазақстан чемпионы, 2023 жылғы Қазақстан спартакиадасының жеңімпазы Дамир Тойбайлар Сербияда ұлттық құраманың намысын қорғайтын болады. Бұл турнирге ұлттық құраманы бапкерлеріміз Оңғарбеков Бағдат, Ашкиев Ғани, Жақыпбеков Талғат, Ақұрбеков Нұрлан ағаларымыз секілді білікті бапкерлер бастап баратын болады. Мінекей достар, боксшыларымызға сәттілік тілеп қойыңыздар. Жеңіс күндеріміз көп болсын. Қазақ бокс жасасын, баршаңызға сәттілік.